Баршаларыңызға қайырлы күн, сіздермен Төлеуқұл Айзат. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге өзімнің қанша жылдан бері қолданып келе жатқан сникерс тортының ең үздік рецептімен бөлісетін боламын. Өте оңай жасалынады, әрі керемет дәмді болып шығатынына кепілдік беремін. Ең алдымен менің каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Алдымен бисквитін дайындаймыз. Ол үшін жұмыртқаның ағы мен сарысын бөліп аламыз. Қанттың жарты бөлігін ақуызға, ал жартысын сарыуызға қосамыз және ақуыз бен қантты миксер көмегімен 2-3 есе ұлғайып, өз формасын жақсы ұстағанша араластырамыз. Міне массамыз дәл осындай, төңкерсе де өз формасын жақсы ұстауы тиіс. Енді сарыуыз бен қантты да миксермен араластырамыз. Кейін оған жылы сүт пен сұйық майды құйып, тағы араластырып аламыз. Келесі кезекте ұн, қамыр қопсытқыш және де какао ұнтағын осылай електен өткізіп қосамыз. Миксердің көмегімен қамыр біркелкі болғанша араластырамыз. Соңында осы қамырға алдында дайындап қойған ақуызды массаны қосып, миксер емес осындай силиконды күрекше көмегімен астыдан үстіге қарай асықпай араластыратын боламыз. Сол кезде біздің бисквит үлпілдек, биік болып шығады. 21-22 сантиметрлік формада менде осындай кондитерлік сақина, астына 2 қабат фольга төсеп, қамырымызды құйып түзулейміз. Алдын ала қызып тұрған пеште 170 градуста шамамен 50-60 минут пісіреміз. Пешті алғаш 30 минут ашпау қажет. Егер пештеріңіз биік бисквитті пісіре алмаса, қамырды 3 бөлікке бөліп пісіруге болады. Толық суығаннан кейін ғана формадан босатамыз. Барлығын дұрыс мөлшерде қоссаңыздар, біздің бисквитіміз осындай өте үлкен, биік және де үлпілдек болып шығады. Бисквиттің бетіндегі осылай дүңкейіп тұрған бөлігін кесіп алып тастаймыз және де теңдей 3 бөлікке бөлеміз. Мен видеода көрсетілгендей жіптің көмегімен бөлетін боламын. Көріп тұрғандарыңыздай, бисквиттің арасы да өте керемет піскен және де тез сынып қалмайды. Екінші кожыды да дәл солай жіппен бөліп аламын. Енді кремін дайындайтын боламыз. Барлық ингредиенттер міндетті түрде суық, тоңазытқыштан енді ғана шыққан болуы қажет. Сүзбелі ірімшікке қант ұнтағын қосып, біркелкі болғанша миксерлейміз. Кейін майлылығы 33-35% кілегейді қосып, қою крем болғанша миксердің ең жоғарғы жылдамдығында араластырамыз.
Біздің креміміз дайын, қоюлығы дәл осындай болуы тиіс. Сникерс тортына карамельдің орнына мен өзім әрдайым варена сгущенка қолданамын, және де әрқашан осы ең дәмді Любавенко фирмасын аламын. Оған қуырылып, тұздалған арахис салып араластырып аламыз. Енді тортымызды жинауға кірісеміз. Торт жинаған кезде мен әрдайым осындай кондитерлік сақина қолдануға тырысамын, сол кезде торттарыңыз түзу болады. Кремді кондитерлік қапшыққа салып, видеода көрсетілгендей кожды қоямыз, кейін кремді біркелкі етіп жағамыз, кейін ортасына салмамыздың жарты бөлігін салып тегістейміз. Үстіне екінші бисквитті қоямыз, тағы да кремді жағып, екінші бөлік салмамызды салып тегістейміз, және де ең үстіне бисквиттің астыңғы бөлігін осылай аударып қоямыз. Қалған кремімізді осылай бетіне, жан-жағына жағып түзулейміз, және де жиналған тортымызды кем дегенде 5-6 сағатқа тоңазытқышқа қоямыз. Кейін ганашын дайындаймыз. Шоколадқа мен әрдайым Қазақстан шоколадын аламын. Сұйық май құйып, водяной баняда немесе микроволновкада ертіп аламыз. Кейін осындай туралған арахисті салып араластырамыз. Үлкен тарелкенің үстіне осындай торды қоямыз. Оның үстіне тортымызды қойып, ганашты құйып, осылайша біркелкі етіп тегістеп шығу қажет. Тортты 1 сағат тоңазытқышқа қойып аламыз, және де кесіп, жақындарыңызбен, отбасыңызбен отырып шай іше аласыздар. Тортымыз осындай биік, өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде осы рецепт бойынша дайындап көріңіздер. Мен өте көп рецепттер қолданып көрдім, және де ең сәтті әрі дәмді шығатыны дәл осы рецепт. Алда менің каналымдағы қызықты, дәмді рецепттерді жіберіп алмас үшін каналға тіркеліп, қоңырауша белгісін баса кетіңіздер. Мен үшін ол өте маңызды. Сіздермен болған Төлеуқұл Айзат, баршаңызға ас болсын.